Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Аман есенсіздер ме? Достар, енді бүгін біз сіздерге футбол ақпараттарын жеткізетін боламыз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды бастайық. Испаниялық Реал Мадрид клубы төрешілерге шағым түсірген. Жалпы айтқанда енді соттасуға дайындалып жатыр. Енді Испанияға қарсы ойында енді төрешілер өрестел қателіктер жіберген болатын. Қызыл қағаз беретін жерде қызыл қағаз берген жоқ. Сол себепті енді Реал Мадрид клубы шағым түсірген екен. Енді Реал Мадридтің ойынша төреші әдейі істеген және варға да сүйенбеген деп жалпы айтқанда енді соттарға жүгінген екен. Және осы төрешілердің арқасында біз ұпайдан құр қалдық деп жалпы айтқанда енді бұл ойында барлығымыз көрдік. Төрешілердің өзі Испанияға жақтасқаны қызыл қағаз берудің орнына сары қағаз беріп жатыр. Ойынның бас төрешісі Мунис Руис пен варға жауап беретін осы төреші Валянов деген осы вар жүйесіне қараған жоқ және сары қағаз беріп қоя қалды. Енді негізінде бұл жерде қызыл қағаз беру керек және Килиан Мбаппеге қарсы өрестел қателіктер жіберілген болатын. Енді бұл ойында төрешінің өзі өрестел қателіктер жіберіп жатыр. Сары қағаз деген не деймін да, қызыл қағаз беретін жерде. Ойымша Реал Мадрид клубы дұрыс жасап жатыр. Енді әрбір төреші ойынға дұрыс жауап беру керек. Енді қызыл қағаз беретін жерде қызыл қағаз, сары қағаз кезде сары қағаз және пенальти беретін кезде пенальти беруі тиіс. Не ол деймді, бір командаға жақтасып төреші деген енді дәл жақсы ойынды басқаруы керек. Енді сол кейбір төрешілердің арқасында бір клубтар чемпион бола алмай қалады және финалдардан да ұшып кетуі әбден мүмкін. Испания Федерациясы енді осы Рафаэл Лозане деген кісіні төрешілерге жауап беретін етіп қойған. Енді бұл енді төрешілердің президенті сияқты енді әрбір төрешілердің үстінен қарайтын болады және бұл төрешінің өзі осы Дани Ольманың тіркелуіне қарсы болған екен. Енді бұл жақ қалай болады? Енді бұл Рафаэл Лозане Реал Мадридқа жақтаса ма? Қалай жалпы? Өз ойларыңызды әрине комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлемнің үздік ойыншыларының бірі Криштиану Роналду туралы сөйлесе кетейік. Криштиану Роналдудың командасы Әл-Наср Әл-Вәсіл деген клубты 4-0 есеппен жеңіске жеткен екен. Енді Әл-Вәсіл деген клуб бұл нашар клуб деп ойлаймын және Криштиану Роналду бұл ойында дубль жасаған екен. Енді қазіргі уақытта Криштиану Роналдудың бүгін туған күні 40 жасқа толды. 40 жасқа толған ойыншы осындай керемет деңгей көрсетіп жатыр және қазіргі уақыттағы Криштиану Роналдудың бар мақсаты ұлы мен өнер көрсету. Енді ол да 2-3 маусымда уже футболға келетін шығар енді үлкендердің арасына. Ойын біткеннен кейін Роналду баспасөз қызметіне айтқан әлемнің үздік ойыншысы менен артық ойыншы жоқ деп. Жалпы айтқанда енді Криштиану Роналду білеміз біраз рекордтар орнатып тастаған, бірақ енді менмендік дейме, қалай жалпы бұл енді дұрыс нәрсе емес. Журналистер енді Роналдуға сұрақ қойған. Роналду мырза, сіз қалай ойлайсыз, осы Килиан Мбаппе Реал Мадридта тоғыздықтың рөлін қалай атқарып жүрді? Енді Роналду айтқан екен, ол негізінде вингер және тоғыздық бола алмайды деп ойлаймын. Мен бұрындары тоғыздықтың рөлінде және вингердің де рөлін атқара алғанмын. Ал Килиан Мбаппе болса, ол нағыз вингер деген. Енді Килиан Мбаппе Реал Мадридқа келгеннен кейін осы тоғыздықтың рөлінде ойнап, үйреніп жатыр. Енді Роналдудың айтуы бойынша енді бұл мықты тоғыздық бола алмайды. Ал Карло Анчелотти болса, қазіргі уақыттағы ең үздік тоғыздық Килиан Мбаппе деген екен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Карло Анчелоттидің ойы дұрыс па, әлде Криштиану Роналдудың ойы дұрыс па? Өз ойларыңызды әрине комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болса жаңалығымызды жалғастыра берейік. Криштиану Роналдудың отандасы Жоа Феликс туралы сөйлесе кетейік. Жоа Феликс қазіргі уақытта бір жақсы талантты ойыншылардың бірі және футболда енді менің ойымша бұның жолы болмай жатыр. Енді Атлетико Мадридқа 127 миллион еуроға трансфер болған және Атлетико Мадридта бұл өзін ақтай алмады деп ойлаймын және Атлетико Мадридтің бапкерімен де арасы жақсы болмаған және командадан кетуге мәжбүр болған. Енді Жоа Феликс басында жақсы өнер көрсетіп жүргендей болды, содан кейін құрай бастады және Атлетико Мадрид клубы Барселонаға жалға берді және Рафинядан өзін мықты екенін көрсете алмады. Рафиня өзін жақсы көрсеткеннен кейін Жоа Феликс негізіне Атлетикоға қайтып барып және Челсиға арендаға барды және Челсиді қалатын болып шешті. Галахермен осы Челси ауыстырып тастаған болатын. Енді жалпы айтқанда Жоа Феликстің мансабы соңғы кездері жақсы болмай жатыр және енді Челсиде не көп вингер көп. Енді Челси клубы бұған керек емес. Осы
осы Феликс бізге керек емес деп Милан клубына жалға берген болатын. Енді Феликсті басында 52 миллион евроға сатып алған болатын Челси клубы. Енді ол ақшаны ақтамайтыны анық. Енді Миланға баратын болса қалай болады екен, оны да білмеді. Миланда қазіргі уақытта сол қанатта керемет өнер көрсететін Рафаэль Леао деген ойыншы бар. Енді Леао өзінің орнын Жоа Феликсте бермейтін шығар. Қалай ойлайсыздар, енді отандасына жолын бере ма, бермей ме, әлде Челсиге қайтып бара ма? Қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің ойымша осы Наполи клубына барған дұрыс па деп ойлап қоям. Наполи клубында Хвича Кварацхелия кеткеннен оның орнын жақсы басатын ойыншы жоқ. Наполиға баратын болса Жоа Феликс ашылып кетуі әбден мүмкін. Ал біз болсақ жаңалығымызды жалғастыра берейік. Манчестер Сити туралы сөйлесе кетейік. Манчестер Ситидің қазіргі бас бапкері Пеп Гвардиола тағы да бір трансфер жасады деп ойлаймын. Жалпы айтқанда Нико Гонсалес деген 23 жасар ойыншыны алған болатын. Енді Порту клубынан қазіргі уақытта оның трансфер-маркет порталындағы құны 18 миллион евро. Ал Манчестер Сити болса 60 миллион евро бере салады. Енді бұл ойыншы өте керемет перспективасы да бар, және ол мен командаға келгеніме өте қуаныштымын, және команда өте мықты болады, және мен келгеннен кейін барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Және команданың бас бапкері Гвардиола да өте мықты, және Манчестер Ситиге барлық мықты ойыншылар жиналған дейді. Енді қалай ойлайсыздар? Бұл айтқаны рас па, өтірік па? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді Манчестер Сити ағылшын премьер лигасын жеңетін клубтар ғой негізінде. Ал енді осы маусымда өзін жақсы көрсете алмай жатыр. Сіздерге бір қызық айта кетейін. Осы Нико Гонсалес Барселонаның академиясынан шыққан. Енді Барселонаның академиясынан осы Валенсияға барған. Валенсиядан кейін осы Портуға барған. Портудан енді Манчестер Ситиге ауысып отыр. Енді Ла Масиядан шыққан ойыншыларының барлығы мықты болады, және Валенсияда да өзін жақсы көрсете алған. Енді осы маусымда Манчестер Сити қысқы трансферлік терезеде жақсы қымбат ойыншыларды алып жатыр. Не дегенмен енді ағылшын премьер лигасында 4-ке кіру керек, және чемпиондар лигасында біраз жерде бару осы Манчестер Ситидің қазіргі уақыттағы мақсаты. Манчестер Ситиге осы Нико Гонсалесті алуы бір оңай болды деп ойламаймын. Енді олардың қаладағы бір достары дейміз бе, жаулары дейміз бе, Манчестер Юнайтед клубы да Нико Гонсалесте қызыққан болатын. Енді осы Рубен Аморим білеміз, Португалия лигасында ойнер көрсеткен, және португалиялық Нико Гонсалесті алуға тырысқан. Енді Манчестер Сити демала ғой деп енді осы жақсы трансферлі алып тастаған болатын. Енді осы жазда Манчестер Сити Виртсті алғысы келеді. Бундеслигада қазіргі уақытта Виртс жарқырап жатыр десек те болады, және Байердің нағыз көшбасшысы және Кевин Де Брюйненің орнына алмақшы екен. Хави Алонсоның сүйікті ойыншысы. Енді осы Манчестер Ситиге бара ма, бармай ма білмейміз. Қазіргі уақытта енді трансфер-маркет порталы Виртсті 140 миллион евроға бағалап отыр. Өте талантты ойыншылардың бірі. Жалпы айтқанда енді Манчестер Сити қызығып жатқанда енді Манчестер Ситиге бару керек. Не дегенмен енді Манчестер Сити енді осы маусымда жақсы өнер көрсете алмағанымен келесі маусымда өз қалпына оралады деген үміттеміз. Ал біз жаңалығымызды жалғастыра берейік. Марко Асенсио қазіргі уақытта енді Астон Виллада өнер көрсететін болады. Жалпы айтқанда енді Астон Вилла клубы осы Асенсионы жалға алған болатын маусымның соңына дейін. Негізінде осы Марко Асенсио Пари Сен-Жерменде өнер көрсетті. Басында жақсы өнер көрсеткендей болды. Соңғы 1-2 маусымда Луис Энрикенің қолында Асенсио өзін жақсы көрсете алмай жатыр. Енді сол себепті Пари Сен-Жермен клубы осы Асенсиодан құтылайық деп осы Астон Виллаға жалға берген. Негізінде бұл Асенсио Реал Мадридта керемет өнер көрсеткен. Реал Мадридтан кетуіне себебі енді бұның көп жарақат алуы және физикалық деңгейі нашар болғаннан кейін енді Пари Сен-Жерменде ауысып кеткен болатын. Енді осы Реал Мадридтан кеткеннен кейін осы Асенсионың жағдайы жақсы болмады, және мансабы кері қарап кеткен болатын. Енді Реал Мадридте чемпиондар лигасын, Ла Лиганы жеңіп жүрді. Енді Пари Сен-Жерменге келіп тек қана Франция кубоктарын жеңді. Чемпиондар лигасына ешқандай бір жеңіске жете алған жоқ.
Aston Villa klubu endi жақсы күшейіп жатыр. Енді Маркус Решфордты алды, Марко Асенсионы да алып жатыр. Енді қазіргі уақытта Aston Villa клубы бір жазда бір жақсы ойыншы алып алсақ, Дисаси деген Челсидің қазіргі уақыттағы орталық қорғаушысы және трансфермаркет порталы 20 миллион евроға бағалап жатыр. Челси клубыны бір 40 миллион евроға сатып алғандай болды және Челсиға келі бұл ашылмағаннан кейін Челси клубы қой құтыла салайық деп жатыр. Негізінде Челси клубы білеміз ғой, енді қымбат сатып алып арзанға сатады. Енді бұларға Челси клубына енді бұл сән деп ойлаймын. Енді қалай ойлайсыздар, Дисаси Астон Виллаға барған дұрыс па, дұрыс емес па? Өз ойларыңызды әрине комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал достар, біздің видеомыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.